Біз бәріміз өмірдің қаншалықты қысқа екенін білеміз, әрі қашан аяқталатынынан да хабарсызбыз. Бірақ соған қарамастан жасағымыз келетін сүйікті ісімізді немесе пайдалы істі кейінге шегере береміз. Білесің бе, өмір сүру жеңіл. Бұл өмірдегі біз өзгерте алмайтын нәрселерді қабылдап, өзгерте алатын нәрселерге күш жұмсасақ, мерейіміз артып, жетістікке жете бастаймыз. Бірақ жоқ, біз олай жасамаймыз. Неге? Қорқамыз. Неден? Ал ол беймәлім. Меніңше адамдар өз мүмкіндіктерінен қорқады. Егер адам баласы миын жұмыс істетіп, просто орнынан тұрып әрекеттенсе, алмайтын қамал, аспайтын белесі болмайды. Біз бұл нәрселердің бәрін түсінеміз, білеміз. Бәріміз сондай ақылдымыз. Дегенмен проблема мұнда емес. Біздің басты кемшілігіміз практиканың жоқтығы. Ал ол не үшін қажет? Біз теориясыз белгілі бір пәнді немесе тақырыпты игере алмаймыз. Теориясыз білім алу көптеген қателік жасау мен уақыт жоғалтуға келеді. Ал теориямен білім алу тексерілген, дайын рецептпен тағам жасау секілді. Теория сол тағамның жасалу жолын білу. Егерде сіз жай ғана рецепті біліп қоя салсаңыз, тағам дайын болады ма? Жоқ, практика қажет, әрекет қажет. Досым, білемін, сен өмірге құштарсың, армандайсың, тіпті армандарың тым асқақ. Саған тек батылдық қажет. Өз жүрегіңе құлақ түріп, шын мәнісінде нені қалайтыныңды анықтауың керек. Кедергілер ме? Қорықпа, еңсересің. Өз мүмкіндіктеріне сенсең болғаны. Өзгелердің пікірі ме? Тасташы соны. Ол бір пайдасыз дүние. Досың аз ба? Мейлі, аз болсын, есіңде болсын. Сенде сен барсың. Бұл ең жақын досың да, жанашырыңда бере алмайтын мотивация. Бір адамның тағдыры сенің қолыңда тұр. Бұл сен. Не өсіресің, не өшіресің. Таңдау жаса.